Өз басым Әбдіжәміл Нұрпейісов деген есім сойды естігенде көз алдыма жарты әлем, бүтін бір ғасыр елестейді. Образды түрде айтқанда. Бұл кісі сонау Мұхтар Әуезов бастап Сәбит Мұқанов тұйықтаған алыптар тобының ортасынан шыққан тұлға. Солардан қалған жұрнақ десек артық айтқандық емес. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің қазақ әдебиетіндегі алатын орны туралы қазақ әдебиетінде де кешегі туысқан одақтас республикалардың әдебиетінде де әлем әдебиетінде де жеткілікті айтылды ғой деп ойлаймыз. Бірақ біздің өз сөзіміз өзімізде дегім келеді. Бүгін қонақта белгілі жазушылар Молдахмет Қаназ бен Серік Байхонов студиямызға қош келдіңіздер. Молдахмет аға, осы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің әдебиетке әкелген жаңалығы, әдебиеттегі орны туралы не айтар едіңіз? Бұл әбеңнің әңгімесі қанық, жұртқа белгілі сауат, әсіресе әдебиеттің төңірегінде, мәдениеттің төңірегінде жүрген адамдарға әбеңнің кім екені белгілі. Талай айтылды, талай жазылды, шетелде мойындалды. Бұл әдебиетке, біздің қазақ әдебиетіне жақсы үлгі алып келді. Классик болып мойындалды. Классик дегеніміз озық әдебиет, жаңа үлгі, жаңа бастама, жаңа ағым, белгілі бір дәуірдің куәсі, соның суреттері деген сөз, мысалға, жалпы айтқанда. Бұл әбекеңнің ең бірінші қасиеті әдебиетке өте адал, ең бірінші қасиеті. Ат үсті қарамайды, бар жанын салып қарайды. Бірінші, ұлы классиктерді, әдебиет жасаған классиктерді құрметтеу, әдебиетті құрметтеу, сонан кейін өзінің шын мағынасындағы әдебиеттің кәдімгі қара жұмысшысы. Спайлап айтқанда, қара жұмыс, тайынбайды, қайтадан жасай береді. Бір кішкентай деталь айтып кетейін. Бір пойызда бірге болдық, әңгімелесіп еркіндеп еді, өз мінезі қызғада. Әскерге барғанда шала сауатты жас бала мектепте бітірмей, дұрыс бітірмей, шала бітіріп, соны әскерге кеттім. Штабта отырып, бір офицерлер үлкен кітапты оқып жатыр дейді. Сосын бір кезде мен оқығым келеді, ананы қараймын, бір кезде кітапты лақтырды дейді. Боқтап, жай лақтырған жоқ, боқтап лақтырды. Сосын жаймен қолын босаған кезде қарадым, бұл война и мир екен. Оқи бердім, арман сіңіп кетті маған. Қорытындылап айтқанда, бүкіл классик, мен өзімнің пікірім, енді осы кісінің творчествосын былай жүйелеп, қарап, былай шамалы былай жүйелеп қарасам, бұл кісінің стилінен Шекспир аңғарылады, не жақтан. Толстой көрінеді, Шолохов көрінеді. Бұлармен тоқырап қалмай, қазіргі заманғы жақсы әдебиетке дейін, мына недегі, соңғы парыздағы. Біз оғанда айтамыз, соңғы парызға келгенде дүниежүзінің әдебиетіне психоанализ деп айтады, өзін өзі қамшылау, қанағаттанбау, өмірге деген көзқарасын қалып тұрасам, не істеп, не жақсылық жасағанда да соған қанағаттанбайтын кейіпкердің. Бұл енді батыс әдебиетінде бар. Кейбіреулер енді басқалау әңгіме болып кетеді, кейбіреулер енді соны тікелей көшіріп алады. Бұның синтезінен өткен, санасынан өткен әбекең. Жаңа әдебиет алып келді, мына соңғы парызбен, жаңа жазу стилін алып келді, классикалық үлгіні меңгерді. Ешқандай дауы жоқ. Секе, сөз сізде, сіз енді
біраз уақыт осы біз талдап отырған бүгінгі жаңағы Молдахмет ағамыз айтқан соңғы парызды жазған кезде қасында болдыңыз, ақсақалға көмектестіңіз, қолғанаты болдыңыз. Біздің көзімізбен, біздің сөзімізбен айтқанда сіздей бақытты адам жоқ. Әбекеңнің классиктігі, оның алыптығы, ол бөлек әңгіме. Оның жастардың ештеңе де жоқ. Қазір осы қазақ әдебиетінің айналасында жүрген өте мықты жігіттер, ішінде әуезовпен қатар қоятындар көп. Кейбіреулер жоғарыда қойғысы келеді. Әуезовпен ал енді қолынан шыққан 10 том шығармасы бар. Сол 10 том менен бұл қазақ әдебиетінде әуезовтің деңгейіне көтерілді. Бұл бірінші еңбек. Екінші еңбегі шын мәнінде де Майлин кетті, Жүсіпбек кетті. Элебалардың бәрін жойды. Әуезовтің өзі қашып жүрді Москвада. Шықпа жаным, шықпа деп, 50 жылдарға дейінгі айқайдың ішінде білеміз қалай болғанын. Дәл осы кезде қазақтың талантты жазушылары шын мәнінде де жазуды қойған заман болған бір мезгілде. Біз енді 60 жылдан бастап осы әдебиетке араласып жатырмыз ғой. Біздің кезімізде осы Дөң асқан деген жақсы роман болды. Сосын Түйелі адам деген, осындай әр кітап құбылыстығын. Курляндиясы келген кезде дүниеге ел шын мәнінде таңғалып қалды. Бұл жаңа әдебиет қой. Бөлек әдем келді ғой деп. Сол кезде мен Қан мен тердің ымыртты оқып, бірінші кітабын 4-ші класс оқимын. Мен түсіндім, бұл әдебиет қандай болу керек екен, қандай деңгейде болу керек екен. Сол кезде. Бұл кісі Әбеңнен кейін ғана, шындап келгенде, Мағауиндарда, Әбіш Кекілбайда, Сәкен Жүнісовтерде өзінің сұмдық шығармаларын осы Әбеңнің Қан мен терімен жарысып жазды деп ойлаймын, жаңа деңгейге көтерілді. Ал енді соның ішіндегі мұның соңғы парыз деп жүрміз ғой, осы кітабы Әбеңнің шыңы. Мен Қан мен тердің де 3 редакциясына қатыстым. Ал енді соңғы парыздың 4 редакциясына қатыстым. Ең бірінші кітап 80 жыл шыққан. Дәл осы соңғы парыз әлем әдебиетінде осындай деңгейдегі шығарма жоқ. Мен біраз оқыдық қой, мақтап жүргендердің барлығын. Дәл бүгінгі таңдағы кітап тіптен бөлек. Бұл кітаптың алғашқы аты Сен болды, одан кейін соңғы парыз болды. Одан кейін сондай да бір түн болған, бір күн бір түн болды. Менің қолымда орысшасы да тұр. Иә. И был день, и была ночь дейді. Иә. Мен осы 4 түрі шыққан 4 басылымның 4-іне де редактор болдым. Сіз мына кітабыңызда соның барлығын жазыпсыз ғой, енді бұл түгел емес, бірақ дегенмен де міне алып пен қалып деп аталады. Соның Әбекеңнің қазақ әдебиетіне қосқан жаңағы көркемдігінен бөлек, Әбеңнің өмір баяны, оның үшеумізде жазушымыз ғой, бізге оның шеберлігі керек, бізге шеберханасы керек, қалай жұмыс істегені керек. Жұмыс істегені бұл әдебиет институты деп есептеймін мен. Енді осы жерде мен айтып келіп тұрғаным, мына кітапты бүгін алып келдім да, мынау сондай да бір түр болған деген Әбеңнің ең соңғы шыққан кітабы. Ең соңғысы, мына жерде жазылған жауапты редактор Серік Байхонов деп. Маған айтты, қол қойып берді, бәрінде. Осы кітап, әр бетіне қол қойдырып алдым. Осы кітап соңғы рет жазғаным деді. Тура жас 90-ның біріне келген кезде. Одан кейін осы кітапты... Қазір 97-те. 97. Жастау кезі ғой. Жастау кезі. Мен бұл кітапты деді, Серік, сенің фамилияңды қоямын. Бұл кісі жалпы редактор қойғызбайды фамилиясын. Сен осы кітапқа жауапсың деді маған. Менің барлық кітаптарыма жауапсың. Соңғы классикалық вариантына қол қойып бересің. Қарайсың бір жылдың ішінде, бір жарым жылдың ішінде. Енді мына кітап тұр. 2015 жыл шыққан. Ең соңғы вариантында әр бетіне қол қойған, шыққан. Енді осы кітапты шыққаннан кейін маған соңғы вариантында берген. Соңғы нұсқа деп берген. Соңғы нұсқа деген канондық нұсқа деді ғой. Болашақ ұрпағыма жолдауым, енді тимейін деді. Мен айттым, аға, сіз осыны 4 рет қайта жаздыңыз дедім да, 4 рет. Әр жазған сайын күшейіп баратыр. Енді осыдан қойсаңызшы дедім.
әбекеңнің жас кезінде 94-те шығар. Мына неге жазушылар одағына бардым. Bir жұмыста бір шаруалармен бардым. Әбекеңге барып телефонын алайын десем, сартылдатып машинка қан мен терді басып жатыр. Бір қыз. Бүйтіп жаймен қарадым, қан мен терді қайттан басып жатыр. Әбекеңнің телефонын алдым да, үйде бар ма екен деп келінге звондап барсам, кабинетінде етпеттеп көпшіктің үстінде қан мен терді қарап жатыр. Мына жағынан басып жатыр, ана жұмыс істеп жатыр. 300, сосын енді бәрі қолынан алып не қылмаймын ғой енді. Азын сосын әңгіме басталды, андай қан мен терді қарап жатырмын дейді. Мен сосын енді адам күлкілі әңгіме ғой. Әбек-ау, 36 тілде аударылды бұл. Шығып кетті. 36 тілге өзіне тарап кетті. Енді осыны қалай ол, қалай енді, несін шаршайсыз? Бұл біткен жоқ па, жұрт танысып болып деген, бұлай әңгіме болып кетті. Сосын жай мен жай қолына ұстап отқан кезінде көзімде менің нашарлау, бірақ қарадым ана. Сенсең, сенбесең ғой, ұмытпасам, 374-ші бетте, мен бер жағын, мына яғына 374-те 2 том болу керек, 51 том бекет. Мынаны көріп қалдым. Мына беттің барлығы түгел әкесінен танытып, қатты кәдімгі біреу жаудың несінде қылып сызған. Бірақ мына жерде бірақ сөйлем тұр, бірақ сөйлем. Бұны енді неге қарай бересіз десем, тек канонға келуім керек, менен классик емес, мен мастер болуымға керек деп айтады ғой. Сөзінің кесін. Тағы бір нәрсені. Серік айтты, жаңағы біріншісі бұл 20-30 жылдай болып қалды мына жазғанына, басынан есептеген кезінде. 40 жыл болды. Бірінші сен. 40. Сондай болды. Бірінші сен. Екінші жаңағы... Соңғы парыз. Соңғы парыз. Ана ұмытпай тұрып айтайын деп. Сосын сөйлесіп отырғанда, мынаны да айттық қой, бұнда қарап жатырмыз деді, қарап жатырмын деді. Сөзінің арасында айтты, ешқандай алғаулығы жоқ. Мынаған аттап алмай осы, ой, көп қиналдым деді. Сен, меніңше сен ұнайтын сияқты өзіме. Сеңдей соғылсу дейін қазақтың сөзі бар, өзі де айтқан, мен тыңдамайды ғой. Бірақ іздеп жатыр. Анан да соңғы парыз публично. Былай қарағанда газеттің несі сияқты. Жеке адамның несі сияқты, өзіне жақындап кетеді, ана қоғамға, художественный шамалы төмендеу соңғы бар. Менің ойымша. Мынаны таптым, дейді. Айтқан әңгімесі. Мына әбішке айттым, дейді. Мен көпшіліктің көзінше айтып отыр. Әбішке айттым, осы миым айналып кетті, сенде бір ойланшы деп сөзінің арасында. Әбіш маған звондады, мына атты деді. Сондай да бір күн болған. Сондай да бір түн болған. Қаптым да қалдым. Мінекей осы менікі емес ол дейді. Бұны айтайын деп отқаным, бұны айтып отқаным, мына жұмыс істеуге келгенде тыңдайды. Тыңдайды. Тағы бір нәрсені айтайын. Өмір қараудан жалықпайды. Бұл адам шошиды бұның жұмысына. Адам қорқады. Кеше жас кезінде 95 жылдығында мен университетте кездесіп отыр, мен залда отырдым. Сөзінің арасында айтып, сұрақ қойып жатыр, не қылып жатыр. Соның арасында өз аузымен айтты. Мына кімнің Серіктің мақтап отқаны Көрләнде баяғы біздің көк кітап адамды ұрып жығады. Өзінің аузымен айтқан әңгімесі. Ой, Көрләнде дейтін кітап емес. Өзім айтып тұрсын. Кітап емес. Сонда өзінің осы жасқа келгенде өзінің кітабына осы сыни көзбен қарап, оны бір жеке әңгімеде емес, көпшіліктің алдында осындай ерлікті өзің қарап көрсін. Оны қалай құрметтемейсің. Сонда көркем өнерді, әдебиеттің қасиетін бұндай қадірлейтін адам бар шығар, бірақ сирек. Біздің әдебиетімізге әкелген бір жаңалығы Әбдіжәміл ағамыздың осы депрессиялық әдебиет сияқты. Қоғам депрессияға түскен, заман депрессияға түскен, табиғат депрессияға түскен. Мына Әбдіжәміл Нұрпейісов те сол әдебиетке депрессиялық әдебиетті алып келіп отыр. Соңғы парызда анау басталған кезде қарасаңыздар, кейіпкер, жәдігер келе жатады да бұрылып өзінің ізіне қарайды ғой. Соның кейін ізін көреді да таңғалады өзінің ізіне қарап. Бұл қандай із дейді. Ойқаң-шойқаң басқан із сияқты болу керек еді. Бір аяғын сылтып басқан із сияқты болу керек еді. Мұнау бір әбден шаршаған із ғой дейді. Адам әбден шаршаған кезде ізі тереңірек түседі екен дейді. Мұна біз тереңірек түскен із ғой дейді. Мына бір депрессияны
көрсетіп отыр да. Осы тұрғыдан келген кезде ол табиғатты сіз де білесіз ғой аға. Ағаның осы бір жазу стилі туралы. Түсіндім енді, жобасын түсініп отыр. Аралдың тақырыбына деп айтылады. Аралдың құрғақшылығы деп. Енді бұл тақырыпқа Сайлау Жұбатыров та жазды, көп адамдар жазып жүр. Енді мына кісі де жазды, қысқа шығарма. Бұл аралдың тағдырын, аралдың құрып бара жатқанын адамның өзіне арқылы барып көтеріледі деп, жаңа депрессия дегеніңіз. Сол адамның тағдыры арқылы адам көңіл күйі жалғыз бұл емес. Бүкіл адамға дос жараны бар, қас дұшпаны, махаббаты бар, барлығына да бала шағасы бәріне қалай әсер еткен адамның жеке өзі арқылы келеді. Сол есіктен кіреді, жай қарапайым есіктен. Бірақ ар жағында сіресіп үлкен тағдыр жатыр, аралдың тағдыры жатыр. Енді Әбекеңнің жалпы творчествосына алып қарағанда жаңағы қан мен терің азамат соғысынан басталса, Курляндияның соғыс кезі, мынау енді жаңа заман. Сол дәрежені көтеріп, сол дәрежеге келіп, ішкі жан дүниесіне келіп. Енді бұны неге деп айтамыз? Неге бұлай деп айтамыз? Айтатын себебіміз, біз жалпы олай екен, бұлай екен дегеннен көрі, біз көркем дүниенің негізгі қасиеті, функциясы, негізгі міндеті адам арқылы көріну. Негізгі сюжет енді әзім, жәдігер, әкизат үшеуінің арасындағы конфликт қой, шиеленіс қой. Бірақ басқаны да қосып отырады. Баспасөз бетінде Әбіш Кекілбаевтың мақаласы шыққан. Сен үстіндегі сергелдең деген. Сол мақаласында Әбең Кекілбаев соңғы парызды зар заман әдебиеті, депрессиялық әдебиет деп атайды. 1980 жылы Нөгізі мен Арал солай жазып жүрген, экспедицияға бардым Аралға, Салсындағы маусым жасап атқан кезім. Білем жағдайды. Сол кезде мен 17 бет рецензия жазып апардым қолына, кітабының. Сеңгіді жоққа шығарып жазып апардым. Сонда жазып берген қағаздың басына бүйтіп жазылған. Менің қолымдағы Сең романы бұл реакциялық роман деп жаздым да мен. Депрессиялық емес, реакциялық. Өйткені табиғат кеткеннен кейін, су кеткеннен кейін, теңіз кеткеннен кейін, ол елдің халқы азады, тозады деген әңгіме. Бұл әңгіме бұрыннан бар. Редактор жұмыста, сен ауырайыпсың деді. Менің мынауым реакциялық деген сөзіңе жауап бер деді. Қағаз жазып әкел деді, түсіндір. Жазып әкелейін дедім де, жазып әкелдім. Бартольдтың Түркістанского края, об Аральском море деген екі кітапханаға келдім де көшірмесін алдым. Сонда Қызылқұм мен Қарағым қосылады, қазақ жері ешкімге керек емес деген. Бұл Гитлердің алдында болған оқиға, бұған Мұстафа Шоқайдың жазбалары бар, кезінде болған оқиға. Мен айттым, сіз бүкіл әлемнің осындай бізді құриды деген, қазақ жері құриды деген реакциялық несін сіз көркем шығармадан дәлелдеп тұрсыз дедім да, деп кітаптарды көрсеттім. Бірақ сонысымен де құнды кітап болып тұр ғой. Мен Әбең туралы роман жаздым, романым шығады. Сол кітабın ішінде мен бәрін көрсеттім. Әбеңді мен қалай редакциялағанымды да. Мысалға, бұған о кісіге қол тигізу деп қарауға бола ма, қарауға болмай ма? Мысалға, о кісі саллас құрмалас сөйлем деген не екенін білмейді. Мысалға, ережесін білмейді. Бұл кісі оны өзі жасайды. Мысалға да не жасаса да. Мысалға, о кісі маған 10 бет жазуды береді қолыма, сосын айтады. Мынаның ішіндегі сабақтас құрмалас сөйлемдерді сен саллас құрмалас сөйлемге айналдыр дейді. Оны өйтіп түсіндірмейді. Мен бірақ түсінемін де, оны не айтып тұрған. Сонда мен шартты бағаныңқы сабақтас құрмалас сөйлемді бүкіл редакциялаған беттерінің бәріне, соның бәрін шартты бағаныңқы құрмалас сөйлемге айналдырып шығамын. Мысалы, мен ғана түсінемін Қазақстанда да. Енді 40 жылға созылып... Қолтаңбасын деңіз. Қолтаңбасын, ол майдағы затты адам түсінбейді. Мен тұтас беттерді жасадым. Ал енді нақты болса, мен ертең романын оқисыңдар, көз тірі кезінде мен әдейі шығардым мынаны, үзіндіні салдым, қолымды қойдырып алдым. Ішінде екеуміздің қалай редакциялағанымыз бар. Бір күні кел деді больницаға. Больницаға барсам, жеңгем екеуі де жатыр. Аяқтары салдың аяғы сынған, кемпірдің қолы сынған ажардың.
мәз екеуі қуанып жатыр да. Не мына жатсың десем, дәл мына бетті, мына кітапты алған, қайтадан оқыған. Бір кезде кімнің жәдігердің аяқ мұзға тығып алатын жері бар емес па? Сенге тығып алып, арқы бет секір бір аяқпен шығады, қан болып жатыр да. Дәл сол жерге келген кезінде орнынан ат тұрғандағы да, міне өнердің құдіреті де, 90-дан асқан шал оны секіріп тұрғандағы да, өзі ура деген сөз жақсы көреді, мұны білесіз ғой? Ура деген жақсы көреді. Ат тұрғандағы ура деп секірген ғой өлмесінде. Сол кезде аяқ кірт етіп те, аяқ сынып кетті. Біздің талдап отырғанымыз және сіздің редакциялауына қатысқан шығармаңыз Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Соңғы парыз» атты романы. Ішінде публицистиканың элементтері болған күннің өзінде де бүгінгі күннің әдебиетіміздегі үлкен жетістік болып есептеледі ғой. Бірақ дегенмен де бұл қанша депрессиялық әдебиет десек те, Молдахмет аға жазушы, қанша дегенмен де гуманист халық қой, бір кішкене үміт қалдырғысы келеді. Оқырманға бір үміт сыйлағысы келеді. Бағанағы Молдахмет ағамыз айтқандай, негізі 3-4 кейіпкердің төңірегінде өрбиді ғой оқиға. Ана саршаяларда, басқа балықшыларда айтпаған кезде. Біреу жәдігер, бас кейіпкер, әйелі Бәкизат, оның бұрынғы махаббаты Әшім, өмірдің қиын жолын таңдаған, туған жерімен, аралмен тағдырын байланыстырған жәдігер, өмірдің жеңілдеу жолын таңдаған, өмірдің мына қара тіршілігінен гөрі ақсүйектік жолын таңдаған, кішкене қолы таза жерде жұмыс істейтін ғылым жолын таңдаған, қазір екі оттың ортасында қалған, отқа түскен көбелек сияқты Бәкизат. Міне осылардың арасындағы оқиға. Бұл жердегі жәдігердің ауыр тағдыры, балықшылардың ауыр тағдыры, анау балықтың жоғалып бара жатқаны, теңіздің тартылып бара жатқаны, экологияның бұл жердегі қасіреті бәрі бар. Соның өзінде де адам тағдыры бірінші алға шығады, жазушы, гуманист жазушы ретінде ана бір торғайды алады ғой аға. Жәдігердің қойнында бар, иә. Сол эпизодты айтыңызшы аға, сол бір әдемі эпизод қой деп ойлаймын. Оны әбекең қиналып жүріп тапқан болу керек деймін. Алғашқы варианттарында мына кісі басында отыр ғой енді. Бұны ненің шырқау шегі, бұны кульминация дейді мынаның тілінде, өзің білесің ғой. Ең тоқетері адамға әсер ету керек, оқырманға әсер ету керек. Айтып келдің, ананы жырлап келдің, ананы айттың, ананы айттың, сонда не әсер етеді, көңілде не қалады дейтін бір түйінге келу керек қой. Серіктен де сұрағым келіп отырғаны алдындағы нұсқаларында осы кульминацияда ана мұздың үстінде қалатында әзиде бар еді әкімде. Әзім үшеу өтті. Иә. Сосын бұнда енді әзімді алып тастап та жаңағы шолақ қасқырды алып келіпті әбекен. Ана қасқырды алып келген. Сосын барып ең соңында жәдігердің қойнынан кішкентай шымшық сияқты кішкентай ғана құс шығады, ақылға қонады, логикаға келеді. Енді бұнымен әбекең енді өмірі өлген жоқ. Қанша қиындық болғанменен, арпалысқанмен, жұлысқанменен, сүрінгенменен адам болып қалады, тіршілік жалғасады. Біз кеттік мінекей, ана өлең айт шырқа деп біз кеттік, енді біз осы боларымыз болды, бояуымыз сіңді, енді өмір өлмесін. Арман қарай жалғасын дейтін орысша айтқанда оптимистік рухта аяқтайды. Ол торғай Тәңірбергеннің де ауылын сабатын жері бар ғой, өзінің бастық білетін қанмен терде. Сонда бір торғай ұшып жүреді ғой, қайта да аспанда. Ол бір детальда, бұл торғай әбекенің 3 кітабында бар. Ол күтпеген шешім емес. Әбекенің торғайы барлық уақытта да, барлық кітаптарына келе жатқан нәрсе де. Екінші әңгіме, соның ең соңғы 6 беті шырылда деп өлетін жерінде кімнің? Жәдігер. Соны шал 6 рет жазды. Мен 6 вариантта тұр да. Бірінен бір өтеді, мен айтам, аға, жақсы ғой мынау, болды ғой десем да, болған жоқ дейді. Ең аяғында 6 рет жазғаннан кейін бір кезде бірінші вариантына қайтып келді. Бір күні қарасам 4-ші вариантына қайтып келді да. Бірінен бір өтеді. Мен содан кейін қысқарып келген
бүкіл шығармалардан қысқартқан жерлері бар ғой. 2 бет, 3 бет, 4 беттен қысқартқан жерлердің бәрін бөлек жинағам. Күндердің күнде айтып жас балдар өсіп келе жатыр ғой. Біреулер зерттеген кезінде ішінде өте жақсы. Қандай шедевр эпизодтарды қысқартқан дейсіз? Өте жақсы нәрселер бар қысқартқан. Жаңа әзімді қай кезде қалдық, соңғы кульминацияда әзімді. Шу бұрынғы вариантта солай еді ғой жаңа, сегменге. Мұздың үстінде. Мұздың үстінде. Есіңде бар ма? Қасқыр бар тұғын. Бірінші вариант. Әзім де бар еді. Әзім де бар тұғын. Кейін әзімді алды. Әзім бұл неде түсіп қалады ғой, Белараның қасындағы неден. Жаға шығып қалады да. Осы кітапта Мұқан тек Алматыда ғана көрінеді ғой. Жиналыста көрінеді, жиналыста сөйлейді, әзімнің жанында көрінеді. Ал шын мәнінде Аралдың өзінде қой бағып жүрген кезінде ракета ұшаттағы космодромнан бүкіл қойның бәрі күйіп кетеді. Ауру болып қалады Мұқан сол кезде. Сонымен Мұқан қайтыс болады, онысы бар. Әбдіжәміл ағамыздың қан мен теріндегі кейіпкерлер Еламан да, Ақбала да, Тәңірберген де кешегі біздің өткен заманымызбен бірге кеткен өзіміз білетін адамдар сияқты сондай образда санамызға сіңіп қалды. Әрқайсысы өзімен бірге жарты дүниені әкеткен сияқты сол кейіпкер көз алдымызға елестейді. Соның барлығы мына жаңа заманда, жаңа қоғамда, жаңа өмірде жәдігер болып қайтадан оралды. Жаңа заманның кейіпкері болып оралды. Біздің кейбір жазушыларымыз ескі таптаурын жолынан арыла алмай, бір кітабынан бір кітабының айырмасы болмай жатқан кезде, Әбдіжәміл ағамыз 80-нен асып 90-ға қараған жасында осындай жаңа заманның дүниесін жазып шықты. Егер әлем әдебиетіне алып шығатын болса, бұл әңгіме, бұл романда осындай бір жаңалықтары арқылы да бағалайтын еді деп ойлаймын, және соған әбден лайықты кітап еді деймін. Лайым қазақтың үлкен тұлғалы жазушысы Алыптар тобының арасынан келген біздің арамызға жұрнақ 100 жасасын деп тілейік. Кітап оқыңыздар ағайын.